Облыстық әділет департаментінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі нормаларын сақтау мәселелері бойынша семинар болды. Басқосуда департамент мамандары арасында жемқорлықты болдырмау және әдеп нормаларын сақтау мәселесі кеңінен талқыланды. Сыбайлас жемқорлықпен күрес күн тәртібінен түспей тұрған өзекті мәселе. Бұл ретте мамандар жемқорлық іс-әрекеттерге мүлдем төзбеушілік көзқарастарын арттырып, сыбайластыққа қарсы сана сезімді қалыптастыру керек деген ойда. Осы мақсатта негізге алған семинарда департамент мамандарына парамен ұсталып сотталғандар туралы арнайы бейнеролик көрсетілді. Сонымен қатар жиында мемлекеттік қызметшілер тарапынан құқық бұзушылыққа жол бермеуге бағытталған іс-шаралар жоспары бекітілді. Болдырмау шараларының ұйымдастырылып отырған қамтамасыз ету негізгі шарт болып табылады. Сондықтан да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері күн тәртібінен түспейтін өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы тұрғыда әділет департаментінің бұл бағытта кешенді шаралар қабылданып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша кешенді іс-шаралар жасалып отыр. Бүгінгі семинар осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі нормаларын сақтауға бағытталған іс-шаралар кешенін күшейту мәселесі қаралып отыр.